Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығатын және де заварной креммен жасалатын торттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар және де барынша түсіндіретін боламын. Ең алдымен асты қалың ыдысымызға сары май, қантымызды және де кез келген балымызды қоссақ болады. Енді барлығы ерігенше осылай лопаткамен араластырып тұрамыз. Және де барлық құрамы әдеттегідей видеоның астындағы описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Мінекей барлығы ерігеннен кейін енді біздің 1,5 шай қасық ас содамызды салып үнемі араластырып тұрамыз. Өйткені біздің сұйықтығымыз тасып кетуі мүмкін, сондықтан да осылай араластырып тұрыңыздар. Және де көбіне торттың түсі осы сұйықтыққа байланысты болады. Мінекей біздің сұйықтығымыздың түсі қоңыр, қызғылт қоңырқай түске еніп келе жатыр. Енді дайын болған сұйықтығымыздың астын өшіріп, оттан түсіретін боламыз. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы дайын болған сұйықтығымызды ыстық күйінде біздің жұмыртқамызға қосып миксермен араластырып отырамыз. Мінекей енді ұнымызды қосатын боламыз. Алдын ала електен өткізіп аламыз және де 2 бөлікке бөліп қосамыз. Және де корждарыңыз ісіп көтерілгенін қаласаңыздар, осылай жарты шай қасық разрыхлитель қосып жіберіңіздер. Енді бастапқыда осы қасықпен араластырып аламыз және де қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамырымызды елеп аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қалған ұнымызды столға сеуіп, осылай қамырымызбен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Осылай қамырымыз дайын болғанша ұнға ұнатып, осылай елеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын бірдей қылып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Енді дайын болған бөліктерді дөңгелетіп, біздің коржымызды жаюға дайындап қоямыз. Мінекей менде 7 корж шықты. Енді әр коржымызды осылай пергамент қағаздың үстіне қойып, осылай ұнымызды себе отырып жайып алатын боламыз. Торттың көлемі менде 22 диаметр болды. Енді кольцомен осылай кесіп аламыз. Қызып тұрған отта 180 градуста 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің коржымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Енді жан жағындағы корждарды алып тастаймыз. Бұл корждар бізге біздің тортымызды әсемдеу үшін керек болады. Мінекей дәл осылай қалған корждарымызды да пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің корждарымыз пісіп шықты, дайын. Тортымызды жинай берсек болады.
біздің кольцомызға осылай ең алдымен коржымызды салып, үстінен заварной кремімізді құятын боламыз. Заварной кремімізді көбірек қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Заварной кремнің рецебі менің YouTube каналымда бар. YouTube каналдан көрсеңіздер болады. Және де осылай бетіне қалған корждарымызды крошка жасап, осылай сеуіп шығатын боламыз. Жан-жағына да осылай сеуіп, біздің тортымызды әсемдеп шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді дайын болған тортты тоңазытқышқа қалдырсаңыздар, өте дәмді болып, кремі сіңетін болады. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.